Қайрат Нұртас болғалы, мысалға қаншама өсе келіп жатыр. Жол апатынан қайтыс болыпты деп те шықты. Құдай сақтасын. Өмірдегі сәтсіздіктер. Жолың болмауы, қаржының азаюы. Мүмкін осының бәрі өсек аяңның салдары шығар. Шынар апай шынын айтсам, мен өсектен қорқам. Неліктен? Енді қыз баланың артынан өсек ерген жақсы нәрсе емес қой. Сіз ше? Мен қорықпаймын. Дұрыс жүрсең, адал болсаң, қорқатын ештеңесі жоқ. Ең бастысы өзіңе сенімді болсын. Бұл жөнінде студиямыздың келесі қонақтары. Экстрасенс Заман Сыпатаев және психолог Бақытгүл Мұқағалиқызы айтып береді. Заман Сыпатаев, экстрасенс. 8-ші халықаралық битва экстрасенсов жобасының қатысушысы. 17 жасынан бастап адамдарға көмек қолын ұсынған көріпкел, жыл өткен сайын өзінің зейінін дамыта бастайды. 21 жасында бойына қасиет қонады. Ол битва экстрасенсов жобасына 200 үміткердің ішінен таңдалып алынған жас қазақстандық азамат. Сондай-ақ студиямыздың арнайы ерекше шақырылған қонағымен де таныс болыңыздар. Продюсер Гүлзира Айдарбекова. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Гүлзира ханым, енді сіз өнерге кішкене болса да бір табан жақын жүрсіз ғой. Қанша дегенмен өнер адамдарының айналасында өсек аяң жақын жүреді. Сіз соған қалай қарайсыз? Қайрат Нұртас болғалы, мысалға қаншама өсе келіп жатыр. Ең бірінші шыққан кезінде көзі соқыр екен деп шықты. Одан жол апатынан қайтыс болыпты деп те шықты. Құдай сақтасын. Өзім естіп кейде таңғалып телефон соққан кездерім болды, амансың ба деп. Сонымен мені Қарақалпақстандық екен деп шықты. Сол шындықтардың бәрін бүгін ашып айтасыз ғой деймін. Енді мен Қарақалпақстан. Рас па енді сол? Ата-бабам көрген жер емес та негізі. Қарақалпақстан. Өзім Найманмын, Түркістандықпын мысалға, иә. Ой, менің әпкем болды ғой. Сол сияқты өте көп. Ал Бақытгүл ханым, жалпы өсек қайдан шығады? Өсек шығуына не түрткі болады? Өсектің негізгі өзегі адамның өзі болып табылады. Өйткені бір жерде қалжыңдап айтасың, бір жерде өзіңнің ойыңды бүкпелеп жанамалап айтасың. Осы нәрсені әркім әртүрлі қабылдайды. Егер қарапайым ғана психологиялық тілмен алатын болсақ, қазір тақтаға бір дөңгелек сызып, оның ішіне тағы да бір дөңгелек сызып, мынау не дейтін болсақ, әрқайсымыз әртүрлі затты айтамыз. Иә. Біреуміз шеңбер дейміз, біреуміз цилиндр дейміз, әркім әртүрлі қабылдайды. Дәл сол сияқты сөзді қабылдау мен кеңістік қабылдауда қисық кететін жағдайлар өте жиі болады. Өсектің өзегі адамның өзі болып табылады. Адамның өзі болғанда кейде мысалға біреу жай ғана айтады, басқа сырттан адам айтады, өзінің ойын біреу айтады да, сол өтіріктен жаңа өсек болып кетеді. Мысалға айтатын болсам, мен өмірімде күйеуіммен бірде-бір мәрте ажырасқан емеспін. Бірақ халық, мысалға, қаншама жұрттан естіп, мысалға, сол бір сөз жұрттың бүкіл Қазақстан кетіп қалғанда, жаңағы Қайрат мамасы папасын айырылысып кеткен екен. Бірақ әйтеуір жұртқа көз қылып, екеуі андасында жоғалып тұрады деген сияқты. Енді міне 7-8 жыл болып қалды. Мен Алматыда көбіне Қайраттың жұмысымен жүрем. Иә. Бірақ енді үйге ұшып барамыз, өйткені ол жақта тағы да 2 балам болды ғой. Сонымен папамыздың жұмысы сол жақта болғаннан кейін Алматыға жаңағы давлениесі бар келгісі келмеді. Сол мына жұмыс бітіріп алайын, сосын барамын. Мына жұмыс бітіріп алайын, бірінен кейін бірі бітпейді ғой. Сонымен мен әйтеуір Алматыда көп жүріп қалам енді. Сол кезде де жаңағы ажырасып кетті дегенді ескенде мен таң қалдым. Кейде енді болады ғой, жаңағы үйге қонақ келіп қалады, мысалға өзімнің сіңлілерім, туысқандарым соларды қыдыртып бір жаққа алып баратын болса, жап-жас екінші әйел алып деп айтады. Осы жерден сіздің сөзіңізді бөлейік. Заман, сізге қояр сұрағымыз мысал үшін жаңа Бақытгүл ханым айтты, өсек адамның өзінен туады деді, бірінші. Мүмкін кейбір адамдар өсекке бейім болатын шығар. Адам сондай бір типтары болады деп есептеймін, өйткені коллективтің ішінде сондай бір адамдар болады. Мысалға, сол бір өсекті қайттан шығарып, оның үстіне өтірік қосып, соны қоздыруға. Кейде Инстаграмның өзінде адамдар жазып жатады. Сіз осындай екенсіз ғой, мынандай екенсіз ғой. Соның бәріне жауап жазған дұрыс па, әлде оны жаңағы орысша айтқанда игнорировать ету керек па? Сол ең бастысы сол өсек айтатын адамдардың тілегені сол соған жауап қайтарудан күтеді. Соған эмоционалдық бір ашу шығаруға. Ол сол ашу шыққаннан соң, ол соның энергиясын өзіне алады. Сондай адамдар болады. Сондай вампирлар болады дейсіз ғой. Сол үшін ондай нәрсеге ешқашан да көңіл аудармау керек. Заман, дәл қазір сіздің қабілетіңізді тексеріп көрейік.
міне Гүлзира ханым отыр, Шынар апайымыз, мен отырмын. Біздің қорғанысымыз бар ма өсектен? Мысалы, сіз жайында айтатын болсақ, сіз өсек естейтін болсаңыз, өз жағыңыз сол үшін қатты қобалжисыз. Сол үшін кейбірде басыңыз ауырады ма, қиындықтар бір туады, кішкентай, көп қиындық тумайды, бірақ сондай болады. Сол үшін сізге эмоционалды түрде ешқашан сол өсектерге мән бермеу керексіз. Ең бастысы сіз өзіңізді білу керексіз, өзіңіз қандай жақсы екеніңізді, қандай профессионал екеніңізді. Мен жақсымын. Өзіңізге сенімді болу керексіз, өйткені сіз кейбірде жіберіп қоясыз сондай нәрселерді. Бұл өте орынды әңгіме екен. Ал психолог ханым, сіз не айтасыз? Осыған орай мен бір шағын ғана бір ойын ретінде бір тренинг дейікші, жаттығу, көрсетіп жіберейік, оны көп сөйлеп неғаннан көріп бір сергіп қалай, іс-әрекетпен дәлдеп көрейік. Айнұр, сен өзің бір пікіріңді айтшы? Мен дәл қазір өзімді осы жерде бір жайсыз сезініп отырмын. Түсінікті. Қазір мен оны көпшілікке көрінетіндей қылып жазайын. Мен өзімді жайсыз сезініп отырмын, деді Айнұр. Заман, сіз Айнұрдың осы сөзін қалай түсіндіңіз? Мүмкін сол сөз тиді ма, әлде көз тиді ма деп ойлап тұрмын соны. Гүлзира ханым, сіз қалай түсіндіңіз? Енді мүмкін шаршаған шығар, болмаса жаңағы біреуге көңілі толмай, сөйтіп жайсыз сезініп жатқан шығар өзін. Әртүрлі жағдай болады. Шынар ханым, енді сізден сұрайыншы, осы сөзді сіз қалай түсіндіңіз? Қыздар, мен бүйтіп айтатын едім. Мүмкін ол менің осы жерде отырғанымды жақтырмай, көңілі толмай, менің орныма шіркін-ай, ашаматай болса ғой, екеуміз жүргізсек деп отырған шығар бағдарламаны. Сөйтіп ойлап отырмын. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы айтылған ойдың әрқайсысы әртүрлі жаққа кетті. Байқайсыздар ма? Өсек осылай дамиды. Енді Айнұр ханым, сіз осы ойды айтқан кезде сіз нені меңзедіңіз? Менің аяқ киімім біраз ыңғайсыздау. Қысып тұр біраз. Сол жайсыздығы. Ой, құдайым-ай, солай айтпайсыз ба бағандан бері? Неше түрлі ойға қалдырдың ғой бізді. Бәрі келді. Не, өсек деген осылай айтылады. Міне көрдіңіз ба, егер сіз өзіңіз туралы өсек тарамасын десеңіз, өз ойыңызды нақты жеткізуіңіз керексіз. Нақты айтылған сөз артынан артық сөзді қажет етпейді. Енді Заман, сен жаңа Айнұрға көз тиді ма, сөз тиді ма дедің, білмеймін, енді көз бә, сөз бә, тиді ма, тимеді ма, білмедім енді ол жағын. Бірақ сіз Айнұрға айттыңыз да, жаңағы өсектен қорғануды бізге айтпай кеттіңіз. Сізбен Гүлзира ханымға айтатын болсам, ең басты сіздердің сол өсекке қарайтын көзқарастарыңыз дұрыс. Өйткені өсек сіздерге қалай, мысалға Айнұрға мысалы біраз қобалжитын болса, оған неге айтты екен, неге олай емес қой деп қобалжитын болса, сіздер оған бірінші мәрте агрессия болады. Оған неге айтты, сөйтіп оған дұрыс ұстау керек, оны дұрыстап деп. Содан кейін ол сіздерге мотивация болып болады. Жоқ, одан да жақсы болу керекпін. Ең бастысы сол Гүлзира ханым мен Қайраттың осыған өсек болса да, не болса да, бір жаман бір нәрсе болса, соған қарамастан арғатай талпыныс сол дұрыс, ең бастысы. Мен осы жерде Гүлзира ханымнан тағы да сұрағым келіп тұр. Қазір енді Қайраттың артынан көп сөз ереді. Енді шындығы сол. Сіз ойлаңызшы, айтыңызшы маған, сол қай жерде нені жіберіп алдыңыздар? Неліктен сөз ереді сіздердің арттарыңыздан? Мен ойлаймын, мысалға көп жаңағы Қайрат сияқты әншілерде басқаларда мысалға небір жағдай болады, бірақ олар өйтіп шулатып өсек болмайды. Ал біз болмайтын нәрседен бір қатты шу болып, сол қатты өсек келеді. Мен ойлаймын, осы жаңағы халықтың жаңа алдында болғандықтан, жаңағы жұрттың бәрінің сөзі де көзі де соған қаралып тұрғандықтан, содан кейін тез осы үдеп, жаңа желдей есіп кететін сондықтан шығар деп ойлаймын. Мен осы тұста өзім жайлы бір айтып кеткім келіп тұр. Себебі менің басымнан да бұндай нәрсе жиі өтеді. Мен пендемін, адаммын, өнер адаммын. Мені көбіне не деп тиіседі дейсің ғой? Қандай жақсы болды. Толып кетіпті, тола берсін. Толыпты, кең көйлек кисем болды. Ой, одан сайын толып кетіпті. Жақсы болды.
Міне. Жарайды, маған жеткізеді, ой, бәленбай қуанып жатыр екен, ой, түгіленбай қуанып жатыр екен. Сіз толып кетті. Менді табиғаттың бергені. Бұл орайда айтатын бір Мадоннаның сөзі бар. Сіздер дейді, мені жек көрсеңіздер де, мені жақсы көрсеңіздер де, әйтеу немқұрайлы қарай алмайсыздар дейді. Сол сияқты сізге немқұрайлы қарай алмайтын адамдар ғой олар. Бәрекелді. Әдемілік, негізі әдемілік тек көрде емес қой. Әдемілік жүректе, адамның мейірімділігінде. Сыртында емес, ішінде дейсіз ғой. Ең бастысы бұл өсектен қорғану үшін, өсектен кішкентай бір кедергілерден қорғану үшін адам өзінің ішіндегі гармония болу керек. Ол гармонияны адамның ішіндегі энергияның дұрыс өтуі. Ол үшін мысалға ең оңай нәрсесі ол таңертең тұрып жуынған соң күнге қарап, сол күннің энергиясын сезінуге тырысып, сол энергиямен өзіңіздің айналаңызға қорғау жасау керек. Яғни сол энергиямен қоректену керек. Қоректенесіз, сол энергиямен өзіңізге қорғау жасайсыз. Сол сіздерге ең жақсы қорғау болады. Қандай жағдай болса да өсектен сақ болайық.